Дерлік көпшілік компьютер пайдаланушылары компьютер вирусы түсінігін жүда жақсы біледі. Компьютер вирусы бұл өз-өзінен көбеюші, компьютер іскерлігіне кері тәсірін көрсетуші программа түрі болып табылады. Компьютер вирусына информацияны тасушы құраллар, флешкалар, дисклар арқалы бір компьютерден екінші компьютерға хамде интернет тармағы арқалы шығуы мүмкін. 1986 жылы Бассет Фарук тарапынан дүниядағы ең бірінші вирус программасы жаратылды. Хам бұл вирус программасы Бассет атыменен, яғни өзінің атыменен аталған вирус болып табылды. Компьютер вируслары компьютерлерге әр түрлі тәсір етеді. Айрым вирус программалары компьютердегі файларды, хам папкаларды жасырып, хам олардың нұсқасын экранда шығарып қояды. Ал айрым вируслар болса, компьютер оперативлі ядынан көплеген орынды алып, компьютердің іслеуін жүда пәсейтеді. Вирустың базы бір түрлері болса, интернет тармағы арқалы компьютеріміздегі мағлұматларды басқа бір манзілге жібереді. Құласы вируслар компьютер үшін ең зиянлы һәм қауіплі болып табылады. Компьютер вирусларына қарсы күресуші программалар антивирус деп аталады. Қазіргі уақытта дүниядағы ең қауіплі һәм компьютерлерде көп ұшырасатын вируслардың түрлерімен таныстырып өтсек. Троян вируслары. Троян вируслары интернет тармағы арқалы компьютерлерге жұғады, хам информация тасушы құраллар арқалы бір компьютерден екінші компьютерге өтеді. Бұл түрдегі вируслар системалы файларды өшіріп таслайды, хам бұның ақыбетінде компьютер істен шығуы мүмкін. Сондай-ақ интернет тармағы арқалы компьютердегі мағлұматларды басқа манзілге жіберіп отырады. Сондықтан информация қауіпсіздігін тәмінлегенде бұл вирус жүда қауіплі болып табылады. Құмырсқа вируслары. Құмырсқа вируслары өзінің атына лайық тез көбеюші вирус болып табылады. Бұл операцион системаның халсыз тарифлерін тауып, сол жерге өзінің зиянын тигізеді. Сондықтан бұл түрдегі вирусларым жүда қауіплі болып табылады. Boot сектор вируслары. Boot сектор вируслары компьютердің тикарға яды Винчестер қатты дисктегі системалы файл жайласқан орынларға өзінің зиянын тигізіп, компьютерді істен шығарады. Ал рокет вируслары болса, жоғарыда атап өткен вируслардың ішіндегі ең қауіплісі болып табылады. Бұл түрдегі вирусларды хатте антивирус программаларда анықлай алуы жүда қиын. Себебі бұның атлары, бұндағы файл атлары системалы файл атларымен бірдей болады. Сондықтан антивирусларым бұл вирус түрін анықлай алуы жүда қиын. Және бір вирустың түрі өзгерушен вирус болып табылады. Өзгерушен вируслар кодын тез-тез өзгертіп тұрады. Сондықтан бұл вирусты да антивируслар анықлай алмай қалады. Қазіргі уақытта вирусларға қарсы күресуші көптеген антивирус программалары ісіліп шығылған. Міне осылардың ішінде өзінің лабораториясында көптеген вируслар іздертілген һәм оларға қарсы көптеген мағлұматлар базасын топлаған ESET Note 32 хамде Касперский антивируслары болып табылады. Көпшілік пайдаланушылар осы антивируслардың бірін компьютеріне орнатады. Бұл екі антивирустың бірі компьютерға орнатылғаннан кейін компьютер іслеу процесінде антивирус бұларды тұрақлы түрде қорғайды. Информацияны тасушы құраллар, яғни флешкалар хамде дисклерді компьютерге салған уақытта ондағы файларды ашпастан алдын біз осы информация тасу құралларын антивирус жәрдемінде тексеруіміз керек. Егер бұл информация тасушы құраллардан вируслар анықланған болса, антивирус программасы хақында пайдаланушыға хабар береді хамде оны өшіріп таслайды. Дегенменен әр күн сайын вирус программалары ісіліп шығыла беруі мүмкін. Сондықтан біз компьютерді антивирус программасын орнатсақ, оны вирустан толық тазалаймыз деген сөз емес. Сондықтан бұл үшін антивирус программалары өзлерінің лабораторияларында әр күн сайын іздертіліп, тапқан вирусларын ғана өзінің базасына қосады. Сондықтан біз базаны жаңалау қызметі арқалы кем дегенде аптасына бір мәрте базаны жаңалау қызметінен жаңалап тұруымыз керек. Дегенменен біз базаны жаңалағаннан кейін вирус жоқ деп айта алмаймыз. Себебі антивирус лабораториясында анықланбаған вирусларым біздің компьютерімізге өтіп кеткен болуы мүмкін. Сондықтан әрбір компьютер пайдаланушысы қауіпсіздік іләжларын алдын ала ойластыру керек. Әр күн сайын антивируслар жәрдемінде базаларын жаңалап, тек бір антивирус емес, басқа да антивирусларды орнатып, оның базаларымен тексеріп отыру мақсатқа муафиқ.